Егер театрларда ілгіштен басталса, ал адам мәдениеті кітаптан басталады. Ақылды, мейірімді кітап мейірімділікке, әділеттікке үйретеді. 2021 жыл еліміз үшін айтулы мерейлі жыл. Осы жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 30 жыл. 1991 жылдан бастап ауыл кітапханасы қазсельхозтехникада, кейін интернатта, одан кейін мектепте болды. Осы қиын қыстау кезеңде Склярова Мария ауылдық кітапханасын басқарды. Ол 40 жылдан астам уақыт кітапхана ісіне берілген. Кітапхана жылжымалы ток фермада, шопан нүктелерінде жұмыс істеді. Бірде-бір бұқаралық іс-шара кітапханашының қатысуынсыз өткізілген жоқ. Мария Владимировна өз ауыл тұрғындары мен әріптестері арасында үлкен беделге ие. Ауыл мен ауданның қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін құрмет грамоталарымен және алғыс хаттармен марапатталған. 2015 жылы құрмет демалысына шықты. 2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін кітапхана меңгерушісі болып Байменова Гүлбадан жұмыс жасауда. Бүгінгі таңда кітапхана туралы айтқанда, кітап мәдениеттің негізі. Сондықтан ол жаңа ақпараттық технологиялармен қатар өте ұзақ уақыт сақталады. Жыл сайын кітапхананың кітапхана қоры атақты қазақ ойшылдарының, ақындар мен жазушыларының қажетті әдебиеттерімен толықтырылып отырғаны қуантады. Бұл ұлы Абай Шәкәрім. Бүгінгі кітапхана бұл кітаптары бар сөздердің ұзын қатары ғана емес, бұл электронды ресурстар. Ақпаратқа ие болу адамның мәдени деңгейінің жоғарылауына әкеледі. Кітап оқу мәдениеті жоғары мәдениеттің негізі. Айтылғанның бәрінен басқа кітапхананың басты байлығы біздің оқырмандар деп айта аламыз. Кітапхана оларға сүйенеді, олардың арқасында жергілікті қоғамдастықтың беделі төмендемейді. Біз қымбатты оқырмандар үшін жұмыс жасаймыз. Біз оқырмандарымызды жақсы көреміз және оларды мақтан тұтамыз.